Ата-бабамыз ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Ұрпағына табиғи түсінік салу арқылы оның ой құнарлығын қамтып, бақылап отырған. Баланың тілін қазақ тілінің жауһарымен шығаруға күш салған. Қазіргі таңда Рамазан Жәшиевтің үлкен ойын атты интерактивті бағдарламасы баланың тілін ақындық еткенмен шоуындағы таптырмас дүние. Компьютерлік бағдарламаның негізгі мақсаты баланың өз бетімен білім алуға, ойлай білуге дағдыландыру. Алақай, ойлайық та ойнайық, ойнайық та ойлайық. Қандай жұмбақ болса да, шешпей оны қоймайық. Ата-баба баланың жетілу жолын өте жетік білген. Сондықтан да 19 ғасырда шетел ғалымдары қазақ даласын зерттеген уақытта қазақ балаларының тез жетілетініне соншама таңғалған. Қазақ балаларының тез жетілу себебі ол ана тіл шығаруға байланысты. Тіл шығару дегенде енді қазір ата-баба солай атаған, сондықтан да мен солай атадым. Қазіргілер ол енді тіл шығару дегенге түсінбеуі де мүмкін. Мысалы, көптеген ғалымдарымыз бар, әжеде пікір талас болған уақытта мен айтамын, бала тапқандікі ме, әлде баққандікі ме десем, көпшілігі тапқандікі дейді. Баққандікі емес, тапқандікі дейді. Яғни айтқанда, ана баланы тапты ма, бала соныкі дейді. Яғни айтқанда тура мағынасында ғана сөйлейді. Ал ата-баба ол мағынада айтпаған, тіптен басқа мағынада айтқан. Сосын мен оларға айтамын, ата-бабаның сөзін сіздер түсінбедіңіздер ғой. Мен сол ата-бабаның сөздерін аударып берейін бе десем, күледі, аударшы, ал аударшы. Ол аударса, ол мынау. Түсінікті кім бірін салса, бала соныкі. Сосын табиғаттың бәрі ақындық екенін сөйлейді. Енді бұның әрі қарай жалғасы, 5 жасарға. Ол тіл үйрену, ой үйру деп аталады. Ата-баба тілді ой үйрету арқылы шығарады. Мысалы, әтеш шақырса, таң атады. Күн күркіресе, жаңбыр жауады. Соны табиғаттың ортасында тұрып, дыбысымен бәрімен адамдарда сөйлесе де, табиғатта тілдесе деген, табиғат деген бөлім бар. Сонда адамдар сөйлеседі, табиғат тілдеседі. Күркіреу арқылы белгі береді. Әтеш белгі береді. Қарлығаш белгі береді. Қарлығаш келсе көктем келген, тағы сол сияқты. Сөйтіп бала бүкіл 3-4 жасар, 5 жасар бала кішкентай күннен бастап мол тәжірибе жинайды. Бұл тәжірибені қазіргі атасы да әжесі де бере алмайды. Себебі олар бәрі былай тәрбиеленген. Бұрынғы тамыр жоқ көбінде. Бұлар айтайық технократтар, ғалымдар, тағыластар, бірақ тамыр жоқ. Енді сол тамырды кім береді? Тамырды менің осы ойындар береді. Бала жаңа ақындық екенмен тіл шығарып та, енді жаңа 5 жасында әріп таниды. Сосын әрі қарай жаңа ақындық екенін әрі жалғастыра береді. Өлеңдердің жолдарын құрау арқылы өлең құрайды. Ал енді 6 жасында бала мына мектепке дайындықтың барлық сынынан өтеді. Оқи білуге, шапшаң оқуға, есептеуге, түсінуге, естуге, естіген есте сақтауға, тағы сол сияқты осындай мектепке қажет өзінің қасиеттерін бәрін осы 6 жасар ой алғалы деген бағдарламаның ішінде тұр. Оның ішінде шахматта да үйренеді. Шахматты үйрену арқылы ойнайды. Мысалы, анда Сағдар айтты, 2 жүрек берем бап, өтірік айту, жалған сөйлеу оған жат. Яғни өтірік, жалған дегеннің жаман екендігін көреді. Немесе осында өмір жолының картасы деген бар. Өмір жолының картасында оқысам кім болам, оқымасам кім болам, темекі сатып алсам кім болам, сатып алмасам кім болам, жарды шимайласам естедім, шимайламасам қандай болам деген сияқты осы баланың өзінің өміріне қажетті дүниелердің бәрін өзінің өмір жолы картасы арқылы өзі үйренеді. Бағдарлама 12 ойыннан 900 сағаттан тұрады. Бұл ойын 3 пен 12 жас аралығындағы балаларға арналған. Ұлы далаға саяхат жасау арқылы бала табиғаттың тыныс тіршілігімен танысады. Адамдар табиғаттың бел баласы. Табиғат ана, сен бала.
басың жерге жеткенше табиғатты аяла. Мен аспанмын, бар ғаламды сыйдырған уысыма. Мен жеті қарақшы болам, атым емес тым тәуір. Адамдарға темір қазықты тауып берем әйтеуір. Бала көреді, естейді, табиғаттың ортасында жүреді. Табиғаттың әр мүшесі, тас па, су ма, жел ме, солардың бәрі қызмет етеді. Сонда тіл шығару басталғанда атасы екі немересімен ұшқыш кілемнің үстінде ұшып келе жатады, сол табиғат сөйлейді. Мынау менің балдарым, еңбек етеді бәрі де, жалқау емес бірі де, бүтін үйде жақсылықты жол қалдырмай жамандыққа деп, жаңа тау тастың бәрін арасына аралап келе жатады. Солай деп айтады да, сосын 80 шақты шумақ өлең жолдарымен бала өзінің тілін шығарады. Сонымен қатар бала жемшелер базарына тап болады. Ол жердегі жемістер өлең жолдары арқылы өздерін таныстырады. Біз жемістерміз, жидектерміз, көкөніс. Біздер тәттіміз, біздер дәмдіміз, жемсікпіз. Жуып жеуді ұмытпа. Шиемін мен, шиемін, шымқай қызыл. Ұялсаң сен де боларсың, мен де қызыл. Мысалы шие сөйлейді, шиемін, шымқай қызыл, ұялсаң сен де боларсың, мен де қызыл. Яғни айтқанда кішкентай балаға ұят деген ұғымды түсіндіреді. Немесе қарбыз емес, дарбыз емес, мен қарбызбын кемсітпе деп, кемсітпеу деген мәселен, кемсіту, біреу төмен деген сияқты ұғымдарды ана бүкіл табиғаттың балдары, қарбызың бар, шиең бар, алмаң бар, гүлің бар, суың бар, тауың бар, бәрі өзінің тұрғысынан өзі қандай қызмет атқарады, соның бәрін өлең жолдарымен балаға естіртеді. Негізгі меню арқылы оқушы таңдаулы саласын айшықтап алып, оған қажетті ақпаратпен қанығады. Сондай-ақ ережелер мен сауалдардың жауаптары лезде ұсынылады. Әр жауапқа шешендік сөзбен жауап алады. Менімен баба қой баққан емес ау, көл баққан. Қызыл сары көгілдір, біз үшеуміз қосылып, жол сілтейміз салаға. Жүрем десе аяқ берген, ұстаймын десе қол берген. Естуге құлақ, көрерге көз, ойлаймын десе бас берген. Білім беруде бұрынғы ата-бабаның үрдісін жалғастырып, қазіргі жағдайға сәйкестендіріп, білім мен білікті болуды, тәрбие беруді халықты қозғалысқа айналдыру деген үлкен жолым бар. Мұнаның бәрі соның элементтері. Мысалы, балабақшада бала тілін шығарып келеді, сосын үйде аула клубтар деген бар ма? Сонда келіп бала сол тілмен ойнайды, жарысқа қатысады, көп сайысқа қатысады. Сол қазақ тілмен ойлап, көп сайысқа қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Немесе анау 4-ші сыныптың баласы әңгіме айтуға дағдыланады да, содан мектепке конкурсқа қатысады. Оған ата-ана да араласады, мұғалім де араласады. Сосын әрі кете береді. Міне сонымен ата-ана мен мектептің бірлігінің жаңа бағытқа бағыттау. Әрі қарай мына осы 3 ойыннан кейін диагноз деген жазылады. Ол диагноз баланың қасиеттерін, қай қасиет кеміс соны анықтайтын дейді. Мысалы, ести ме? Естісе түсіне ме? Түсінсе есте сақтай ала ма? Осылардың әрбіреуін жеке-жеке анықтап береді. Рамазан Жашиев жасаған компьютерлік интерактивтік бағдарлама өз бетімен табиғи жағдайда ұлттық құндылықтар арқылы қазақ даласының әсем табиғаты аясында ұлттық саз бен күйлердің қостауымен баланы тәрбиелейді. Ата-аналар талқылады, балдар талқылады, ғылыми орта талқылады, бәрі қажет деп отыр. Ең тек мәселе білім министрінде. Егер де ол бұйрығына енгізсе, онда бұл барлық балабақшаға енеді. Балабақшаларда әкімдер кітапханасына, клубына салып қойса, ата-аналар баласы етекке әкеліп тілін шығарады.
мектеп дайындықты балабақша ол жерде толық шешуге болады.